Бүгінгі сабақта біз YouTube каналда әсемдеу, логотип және баннер жасауды үйренетін боламыз. Ол үшін Play Market'те немесе App Store'дан Canva приложениесін басып аламыз. Поискке Canva деп жазып ағылшынша жазсаңыздар сіздерге автоматты түрде шығарып береді. Мына жерде скачать немесе загрузить деп тұру керек. Мен скачать етіп алғанмын. Кірген кезде сіздерге Google мен Gmail мен VK мен Facebook пен тағы да басқалармен кіруге ұсыныс білдіреді. Өз қалауларыңыз бойынша кіресіздер. Мен Gmail мен кірдім. Поискке баннер YouTube деп жазсаңыздар сіздерге неше түрлі идеяларды көрсетіп қояды. Міне көрсетті. Енді астыңғы жағында платно деген жазулар тұр. Олар ақылы деген сөз, ақшамен істейсіздер. Ал астыңғы жағында ондай жазу жоқ болса, бесплатно деген сөз, тегін деген сөз. Мен мына түрін таңдай саламын. Мынау маған ешқандай тақырыбыма қатысы жоқ. Үстін бассаңыздар, астында удалить деген жазу шығады. Барлығын өшіріп тастаймын. Плюс батырманы басамын да элементы дегенге кіремін. Мысалы, тамаққа қатысты болатын болса, еда деп жазып, немесе книга, тағы басқа сабаққа қатысты болсын, фото дегенге кіремін. Мына сурет таңдай салайын. Енді плюс батырмасын басып, текст жазамын. Мысалы, аптасына 2 рет деген сияқты. Өз қалауларыңыз бойынша жасай бересіздер. Астыңғы бөлігіне размері, үлкейту, түсін өзгерту барлығы тұрады. Ескертетін жайт, жоғарғы және астыңғы жақтары алынбайды, тек ортасы ғана түседі. Цветін барлығын өздеріңіз өзгерте бересіздер. Асықпай өздеріңіз қарап шықсаңыздар болады. Жоғарғы жағында скачатты басу арқылы тартып аласыздар. Енді Google-ға кіреміз қайтадан. studio.youtube.com VK версиямен кіреміз. Бұл VK дегеніміз, яғни компьютер версиялармен кіреміз. Творческий студия. Астыңғы санағында екіншісіне настройка канала деген кіреміз. Кіргеннен кейін кірген бетте сіздерге подписация етпеген адамдарға көрінетін трейлер қойып қойсаңыздар болады. Кез келген видеоны подписация ет деген сияқты, немесе өздеріңіздің тамақтарыңызға қатысты. Ал астыңғы жағында сіздерге подписация еткен адамдарға көрінетін. Одан кейін брендинг. Бұл жерде фото профилі деген жер бар. Сіздерге суреттеріңізді қойып қойсаңыздар болады. Мен логотип істеп осылай қойып қойдым. Изменить батырмасын басу арқылы кіре бересіздер. Астыңғысында баннер тартып алғанымыз қазір қойып көрейік. Қазір бұның өзінің правиласы бар және оны сол бойынша жүресіздер. Астыңғы жағында изменить деген батырманы басу арқылы өзіміздің жаңағы фотомызды қойып көрейік. Міне осы фотоны қойдым. Готово деп басамын. Осылай көрініп тұрады соткіде. Міне жақындаған кезде жақындатам. Міне компьютерде осылай соткіде қазір қайтадан шығып тағы көрсететін боламын. Жоғарғы жағындағы бөлігінде көк батырманы обязательно сохранить дегенді басыңыздар. Баспасаңыздар ол сақталмайды. Келесі беті сіздерге таныстыру бөлігі. Бұл жерде менің каналыма қош келдіңіздер. Анау соны істесеңіздер болады. Одан кейін астыңғы жағында мысалы ссылка деген тұр, соны бассаңыздар, сіз инстаграмыңызды, тиктогыңызды, басқа сайтта отыратын болсаңыз, соларды қойсаңыз болады. Мен инстаграмды қойып көрейін. Өзіңіздің аккаунттан бөлек басқа аккаунтпен кіріп, өзіңіздің аккаунтыңызды тауып, ішініктен басып, скопировать етіп аламыз. Тура видеодағыдай істейсіздер, үстін басасыздар, вставить етіп қоясыздар. Және астыңғы жағында 5 ссылкаға қоюға болады. Астына электронный почта жазып, сохранить батырмасын басасыздар. Тура видеода қалай істелім жатыр, солай жасайсыздар. Астыңғы жағында міне осылай ауысты деген хабарлама келіп шығады. Енді өзіміздің қайтадан астыңғы жағына настройка каналға кіріп, брендингді көрсеңіздер, міне ауысқан түрі көрсетіледі. Шығып, енді YouTube-тан көрейік. YouTube-та осылай шықты. Енді мына жерде жазуы дәу болып тұр соткіде. Енді оны кішірейтіп, тағы да өздеріңіз сәндеп аласыздар.